Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Бүгін біз үй жағдайында пельмен дайындайтын боламыз. Ол үшін маған бір жұмыртқа, тұз және де бір стакан жылы су қажет. Барлығын жақсылап араластырып аламын да ұн салып қамыр илейтін боламын. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздер қоңыраушаны басатын болсаңыз, келесіде мен салған видео сізге міндетті түрде көрініп тұрады. Сол үшін қоңыраушаны басыңыздар. Қамырымызды илеп болған соң, одан соң біз өзімізге қажетті фаршымызды бұрыш, тұз қосып жақсылап араластырып қоямыз. Фаршқа сіздер пияз қоссаңыздар болады, бірақ мен бүгінше пияз қосқан жоқпын. Пияз қоссаңыздар одан да дәмдірек болады. Енді біз қызып тұрған қазанымызға аздап май құйдық, одан соң пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз қуырылған соң оған картоп салып қуыратын боламыз. Енді томатымызды салып, қуырып, одан соң су құйып қайнатамыз. Біздің суымыз қайнайым дегенше біз дайын болған қамырымызды жайып, пельмен бүгетін боламыз. Осылайша сіздер тұшпараны үй жағдайында дайындайтын болсаңыздар, үйдегі балаларға өте ұнайтын болады. Дәл осындай рецептпен тұшпараны майға қуырып алсаңыздар да болады. Оның өзі өте дәмдірек болады. Мен ол рецепті сіздермен келесіде бөлісемін. Осылайша етіп пельменімізді жайлап бүгеміз. Мінекей достар, біздер пельменімізді бүгіп болдық. Енді дайын болған тұшпараны қайнап тұрған қазанымызға салып қайнатып аламыз. Мінекей достар, біздің тұшпарамыз дайын. Енді біз отбасы мүшелеріне осылайша ұсынуға болады. Ас болсын достар.